Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бұл видеода мен Қытай тілінде дұрыс сөйлеудің маңыздылығын астын тағы бір рет сызғым келіп отыр. Қытай тілінде дұрыс сөйлеудің маңыздылығы деген видеоны әлі қарамаған болсаңыз, міндетті түрде қарап алыңыздар, міне мұнда сілтемесі бар. Сол видеода айтылған Раушан деген кісі маған хабарласты. Мен ойлағам, ол кісі жаңағы видеоны қарап, өзін танып, тағыда ары қарай Қытай тілін үйренуді жалғастырғысы келді ма десем, олай емес екен. Қараңыздар, ары қарай өздеріңіз тыңдаңыздар. Міне ол кісі маған жазады, әрине орысша, ештеңе етпейді. Меня помните? Спасибо, я приехала, за границей, с Грузии я была, поэтому же я уехала. Вот, Бахтияр, я бы хотела бы узнать и уточнить восстановление уроков. Сөйтсем, бұл кісі Грузияда тағыда болған екен, сол үшін Қытай тілін оқи алмаған екен. Әрине мен бұл жерде сұрайым одан. Сіз өзіңізді жаңағыда видеоны қарап таныдыңыз ба дедім. Жоқ, ол видеоны көрмепті. Мен оған ол видеоны жібердім. Әрі сол видеоны қарап, мына жерде айтып тұрмын. Жаңағы қыз жайлы бір-екі ауыз сөз тағы да қосып жіберсе екен дедім. Мен білмеген сөздерді. Әрине деп бұл жерде, қараңыздар соңында, я тексті қостым дейді, әрі каналға тіркелдім дейді. Айтпақшы, сізде тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз. Енді мына видеоны ашайық. Жаңағы астында қосқан текстін бірге оқимыз. Қараңыздар. Менің атым Раушан дейді. Сондай қыз бізде жұмыс істеді дейді. Ресепшнда Алматыда гуманитарды университетте оқыған екен. Әрі Қытайдан бір қонақ келіп, Қытай азаматы онымен сөйлессе түсінбепті. Әрине осы жерде Раушан тағы да айтады. Қытай тілінде дұрыс сөйлеудің маңыздылығын сол кезде жақсы түсіндім деп айтады. Әрине, егер ары қарай оқыңыз келсе, сілтемемен өтіп жақсылап оқып алыңыздар. Көрдіңіз бе? Мен осылай Қытай тілінде дұрыс сөйлеудің маңыздылығын тағы бір рет астын сызып отырмын. Егер сіз немесе таныстарыңыз, достарыңыз, туыстарыңыз, балаларыңыз Қытай тілін үйренуді шешсеңіз, онда Қытай тілінде дұрыс сөйлеуге, дұрыс әрі көп мөлшерде көңіл бөлуді ұмытпаңыздар. Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.